Қасқыр соққан қыз. Заманның тыныш, қойшылар алты ай қыстан аман шығып, көктемде малын төлдетіп, жайлауға қарай көшіп жатқан шағы. 1989 жылдың маусым айының мамыражай күндерінің бірінде Өміртайдың отбасысы Саурық жайлауына көшті. Жалғыз ұлы Ғалымжан қызметінен босай алмай, колхоз басында қалып, көште қыздары Ақмарал, Жансая, Ақнұр, немерелері Ерлан мен Ержан бар. Ол кезде қазіргідей көп көлік жоқ. Колхоздың жалғыз көлігі КамАЗ бен Нұрғазы бала-шағасын көшіріп әкеп тастады. Шағын ғана күркені құрып беріп, отағасы кемпірімен малды қайыруға кеткен. Балалар әдеттерінше көшіп кеткен қойшылардың қоныстанған жерлерінен қалған-құтқан бөтелкенің қақпағы, консервінің ыдысы, сынған кеселерді жинап, калошты машина қылып ойнап жүр. Күн шыжып тұр. Бір мезетте алаңсыз өзен жағасында тұрған үйір жылқы кісіней жан-жаққа үркіп қаша жөнелді. Жылқылардың арасынан еңгезердей сұр қасқыр шыға келгенде, балалар «Ойбай, қасқыр! Ойбай!» деп үйге қарай тұра жүгірді. Үрген итке, айт шу деген айқайға қарамаған қасқыр, есік алдында жүрген ақсақ, аурушаң қойларды бас салды. Балалар зәре-құты қалмай, үйдегі үлкені Ақмаралдың артына кеп тығылды. Ақмарал балалар мен жаңа туған бұзауды күркеге қамап, өзі ескі сандықта жатқан ораулы мылтықты алып шықты. Қаруды оқтай алмай, балаларға ұрсып жүр. «Көкем оқтағанда қасында отырасыңдар, үйреніп алмайсыңдар ма?» деді. Үлкені 7 жастан енді асқан балалар оны қайдан білсін. Әупірімдеп жүріп, оқтап, зілдей қаруды көтеріп шығып, қасқырды атты. Бұл кезде атың өшкір қасқыр бірнеше қойды жаралап үлгерген. Атқан 3 оғы да қасқырға тимеді. Гүрс еткен оқ даусы жер жүзіне естілгендей болса да, Қасекең үркер емес. Бір қойдың алқымынан алып, біреуін санынан тістеп, құйрығын жұлып, қырып барады. Бірнеше күн дым жемеген ол мол асқа кезікті. Тойымсыздықтан арс-арс етіп бәрін жегісі кеп барады. Жылқыға да шапты. Айқай-шуға қарамайды. Үйде үлкендердің жоғын білді ме, қыздардың айқайына пысқырмайды да. Қасқырдың аш жемтігін көріп, көзі тоймай бара жатқанын көрген Ақмарал қаймықпай қасқырға жақындап, мылтықтың дүбімен басынан бір ұрды. Қатты ұрса керек, шаңқ еткен даусы шықты да сұлық түсті. Үлкен балтаны алып келіп, қасқырдың басынан ұра берді. Жансаяға шөпайырды әкелтіп, ішіне тықты. Қорыққаннан көзі көрмей қалған қыз ұрып-ұрып қасқырдың басын мыжып-мыжып жіберді. Қостың тесігінен сығалап тұрған балалар қасқырдың өлгенін көріп далаға шықты. Үрпейісіп бір-біріне қарайды. 4-5 жастағы екі ұл жылауға қорқып тұр. Тек мұрындарын ақырын білдірмей тартып қояды. Қасқыр өлгесін бе, айнала тып-тыныш. Жылқы мен қойда өлген қасқырға қарап қалған. Көк шыбынның ызыңы ғана қыздардың есін жиғызды. Мал колхоздікі. Саны жазулы. Ол кезде бір малыңды қасқыр жесе, ауыл басшысы алдында есебін беру міндет. Аптап ыстықта өлген мал темде құрттап сасып кетеді. Колхоз басшысының есебіне керек деп Ақмарал қолына пышақ алып, өлген қойлардың терісін сыпырып, артқы сандарын кесіп алды. 19 жастағы қыздың ойына бұл қайдан келді? Айнаға қарап, шашын тарап отыратын жаста, жас қыз бүтін отбасын аман алып қаламын деп қам жасап жүр. Үйдегі кісілердің істегенін көріп, үйреніп, әр сөзін құлаққа құйып, ойға түйіп отыратындығы ғой. Кеш батып, ауылға оралған сиырлар қанды көріп, өкіріп, жайлау азан-қазан болды. Малды айлап келген Өміртай мен Кәтен өліп жатқан қасқырды көріп таспен атқылай бастады. «Ой, өлген, өлген!» деп балалар шуласты. Астапыралласын айтып, бас киімін шешіп, әкелері жерге отыра кетті. Ащы өксік қысса да тістеніп жүріп қасқырды өртеп жіберді. «Жөпелденменде балаларымды қырып кете жаздады-ау!» деп өлімтікке түкіріп қояды. Кәтен шешей жылап, жеті нан шелпек пісірді. Колхоз басына жеткен бұл оқиға ондағы басшыларды жай отырғызбады. Дәрігерлер келіп, 2 күннен соң Ақмаралды ауруханаға алып кетті. Қасқырдың бас сүйегін де зертханаға жіберді. Яки, сау қасқыр жас қызға алдырмайды. Бұл ауру, құтырған қасқыр болуы мүмкін.
Ақмарал Жезді ауданындағы орталық ауруханада бір ай жатты. Құтырған қасқырдың дерті жұқты ма деген күдік басым дәрігерлерде. Алматыға жөнелтілген қасқырдың басын сараптама сау екендігін көрсетіп, қыз ауруханадан шықты. Бұл кезде қасқырдың қанына аузы тиген ауылдағы иттерді де атып тастауға бұйрық жеткен. Мылтығына жармасқан екі ұлды атасы қолымен итеріп жіберіп, бар бәле осымен кетсін деп атып тастады. Үй іргесіне келген киікке тиіспейтін аталарының бұл ісіне таңғалған Ерлан мен Ержан өздерінің киконка деп атап кеткен екі күшікпен қимай жылап қоштасты. Қасқыр соққан соң ауыл адамдары тұрмақ, кейбір туыстары да Ақмаралға үркей қарасатыны өтірік емес. Құтырған деп көбі алыстап жүрді. Үйдегі балалар мен колхоз малын аман алып қалу үшін аш қасқырмен арпалысқан оған ешкім алғыс айтпады. Туғаннан ер мінезді болып өскен, алып қашпа сөзді көңіліне алмайтын ол жұрттың пыш-пышына да мән бермеді. Осындай шу болып жатқан кезде Ақмаралдың әскердегі жігіті оралды. Қуаныш автобустан түсе сала болашақ жарының үйіне қарай жүгірді. Сүйіктісінің жалғыз өзі қасқырды алып соққанына риза болып келеді. Көп ұзамай Қуаныш пен Ақмарал отау құрды. Бүгінде екеуінің шаңырақ құрғандарына 30 жыл. Ақмарал дүниеге 5 сәби әкелсе де, бала тұрақтамай біреуінің ғана қызығын көру бұйырған екен. Қызы Сандуғаш жолдасы Медет пен әке-шешесін бағып, үлде мен бүлдеге орап отыр. Сол кезде мал мен жанды өлімнен алып қалған мылтық қара шаңырақта тұр. Түбі майысқан. Қазақ қызының қайсарлығын, адамның жаны сір, кез келген тығырықтан шығар жол болатындығын, мемлекет алдында жауапты екендігін білген жас қыздың жауапкершілігін көрсететін бұл әңгіме көптен ойымда жүрді. Оқиға 1989 жылы маусым айында Ұлытау ауданы Қарақұм ауылы маңындағы Саурық жайлауында болған. Ақмарал Саринова жақын күндері 50 жасқа толады. 30 жылдан кейін сол кезде есіне алып бір күлсе, қаршадай қыздың қасқыр соққан ерлігі жайлы жұрт білсе екен деген ниет қана бізде. Гүлден Жандильдинова. Оқыған Шығыс қызы. Менімен бірге соңына дейін әңгімемді тыңдағандарыңызға алғыс білдіремін. Алдағы уақытта көптеген әңгіме, қисалар, ғибратты әңгімелер баяндайтын боламын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарийға өз ойыңызды жазып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.